Жастар қоғамның қозғаушы күші. Қай заманда да қай мемлекетте болмасын, алдына асқақ арман қоя білген ар намыстың символы іспеттес. Нақтырақ айтсақ, 12 тамыз халықаралық жастар күні. Осы айтулы мерекеде әріптесім Мейірхан Бақытжанұлы Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығына барып қайтқан болатын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жолдауында: "Мен сіздер бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ екендіктеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда ер жетіп келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыздың уақыты біздің еліміздің көтерілуі және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер" деген. Осы орайда Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының басшысымен сұхбаттасқан болатынбыз. Жыл басынан бергі еңсерілген еңбектерді тізбектеген басшы бізге еріктілер жайында айтты. Жастар ресурстық орталығында жалпы ауданда 12 ауылдық округ, бір қала, бір кент бар. Осы 12 ауылдық округте, қала кенттерде жастар ісі бойынша инспекторлар ауылдық округтерде жұмыс жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда енді елдегі жағдайға байланысты онлайн жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар орталықтың өзінде 13 штаттық бірлік бар. 2015 жылы 9 ақпан күні мемлекеттік жастар саясаты туралы заңға елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қол қойып күшіне енді. Осы заңның 23 бабына сәйкес жастар ресурстық орталықтары жастардың бастамаларына ақпараттық әдістемелік консультациялық сүйемелдеумен қолдауды. Қанат Иматов сөздің жалғасында жастар ресурстық орталығының жоспарымен таныстырды. Оған сәйкес жоспар 13 бөлікке бөлініп, әр аумақта жұмыстар жүргізілетін көрінеді. Қаңтар айынан бастап осы 13 бағыт бойынша жұмысты бастап кеткен болатынбыз. Қазіргі елдегі жағдайға байланысты қазір басқаша онлайн жұмыс істеп жатырмыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев біздің жастар еңбекқор, креативті, өз мақсатына жетуді біледі. Сондықтан Қазақстанның болашағы сенімді қолда деп жастарға үлкен сенім артып отыр. Сондықтан жастар жалпы халықтың, үлкендердің, президентіміздің сенімін ақтау үшін еліміздің өсіп өркендеуіне, көркеюіне атсалысу қажет деп ойлаймын. Барлық жастарға үлкен табыстар тілеймін. Оқуда озат болуға, жұмыста табысты, абыройлы болуды тілеймін. Аталмыш орталық маманы Уәлихан Оңғарбаевты Сарыағаш ауданының жастар мерекелерімен құттықтады. Сонымен қатар еліміздің даму жолында аянбай еңбек етіп, белсенді болуға шақырды. Құрметті Сарыағаш ауданының жастары, 12 тамыз халықаралық жастар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық, табыс, әрқашан толағай жетістіктер тілеймін. Отбасыларыңызға бақ береке әрқашан бұйыра берсін. Жетістіктен жетістікке жете беріңіздер. Алар асуларыңыз көп болсын. Әрқашан қоғамда белсенді болып, мемлекетіміздегі жастар саясатын жүзеге асыруды белсене қолға алайық. Жастардың ел дамуы үшін жұдырықтай жұмылар болса, мемлекеттің бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымақ жарасып арта бермек. Құрметті аудан тұрғындары, халықаралық жастар мерекесі құтты болсын. Мейірхан Бақытжанұлы, Денис Ислам Тәліпбай, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.